Көптеген таргетологтар бұл инструментті білмейді. Сіздің Instagram парақшаңызға лайк басқан, комментарий жазған, сообщение жазған, немесе жай ғана кіріп шыққан адамдарға қайтадан сіздердің өзіңіздің таргетті жарнамаңызды көрсетулеріңіз болады. Яғни қарапайым тілмен айтқан кезде ізінен қуалап жүретін жарнаманы қалай жіберу керектігін қазір мен сіздерге көрсететін боламын. Facebook таргетті жарнама парақшамызға кіреміз, мына жақта создать деген бар. Кез келген цель таңдасақ болады. Көбіне трафик, вовлеченность, лиды, продажи бар. Осы төрт инструментті біз қолданамыз. Қазір мен сіздерге трафикпен көрсететін боламын. Трафик таңдаймыз мына жақта. Сосын вручную мына жақта тұра береді. Мына жақта атын жазбаймын. Мына жақта цельді мысалы қарап отырсаңыздар, мына жақта Instagram или WhatsApp профильге жіберсек, мысалы профильге жіберетін болсақ, мына жерде Facebook'тың өзін ғана таңдайық. Мына жақта асты жағында, мына жақта пользовательская аудитория деген бар, создать деп басамыз. И тағы да пользовательская аудитория деген бар. Мына жақта цельдер бар, профиль Instagram, источники мета деген бар. Осын таңдаймыз. Далее басамыз. Мына жақта өзіміздің керекті неміз таңдаймыз, парақшамыз таңдаймыз. Мына жақта событие, мысалға қарап отырсаңыздар, қандай? Мысалға, люди, которые взаимодействовали с этим профессиональным аккаунтом дейді да. Мысалы, просто посещение жасаған адамдар бар. Мына жақта сізге подписка жасаған адамдар. Бұлар өте керемет инструмент, яғни сіздің подписчиктеріңізге жарнаманы жіберулеріңізге болады. Тек қана өзіңіздің подписчикке жіберуге болады. Одан кейінгісі, мысалы, посетили, люди, которые посетили профиль этого профессионального аккаунта дейді да, на екеуі енді бар, бірдей. Люди, которые взаимодействовали с любой публикацией или объявлением дейді да, мына жақта қарап отырсаңыз, просто кнопканы басты, жіберді, соған көрсетуге болады. Одан кейін люди, отправившие сообщение для этого профессионального аккаунта, яғни сізге сообщение жазған адамдарға не болады, жіберуге болады. Одан кейінгісі, мынау осы жақында шыққан, люди, которые сохранили любую публикацию или объявление дейді да, осын таңдасаңыздар да болады. Бұл жерде таңдап, мына жаққа аудиторияның атын жазып, мысалға Сафа деп қояйық, Сафа, там мысалға сақтағандар, деп жазып қойсақ болады. Немесе мына жақта кез келген мына жерде подписка жасағандар да, мысалы Сафа жазылушылар деп осылай сақтап қойсаңыздар болады. Яғни бұл жақта өздеріңіздің нелеріңізді, мысалы аудиторияларыңызды осылай сақтап қойсаңыздар болады. Мысалы Сафа жазылушылар. Именно сіздердің подписчиктеріңізге, өздеріңіздің подписчиктеріңізге жіберсеңіздер болады. Бұлар енді көбіне үлкен подписчиктері бар адамдарға өте жақсы, керемет инструмент. Осыны қолдансаңыздар болады. Осы видеомен бөлісіп қойыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер. Мүмкін өздеріңіз жарнама жіберетін болсаңыздар, өздеріңіз қолданып көріңіздер, таныстарыңызға жіберіңіздер, қиналып жүрген, осы таргеттен жібере алмай, нәтиже шықпай жүрген адамдарға жіберіп, осы бір сауапты іске атсалысаңыздар болады.